Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Тілек. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балаларыңызға арналған өте дәмді бургер дайындайтын боламыз. Бургерімізді жасауға кірісейік. Ол үшін бізге булочка қажет, котлета, салатный листья, помидор, огурцтың кез келген түрі және соусқа майонез бен кетчуп қажет. Арқай котлетімізді дайындау үшін фаршты, пиязды және картопты аламыз. Дайын фаршымызға блендерден өткен картошканы және пиязды қосамыз. Оған дәміне қарай тұзын, бұрышын қосып, жақсылап араластырамыз. Котлетіміз майға қуыру барысында шашыраңқы болмау үшін видеодағыдай жақсылап ұрғылап араластырып аламыз. Бұл біздің котлетіміздің жақсы пісуіне ықпал етеді. Фаршымызды жақсылап дайындап алғаннан кейін, оны өзімізге керек котлет санына бөліп, котлетті формаға келтіреміз. Котлетіміздің формасы біз алған булочканың көлеміне сәйкес келгені және де жұқа болғаны өте жақсы, себебі балалардың жеуіне де ыңғайлы, қуырған уақытта тез қуырылады. Котлеттерімізді дайындап болғаннан кейін табамызға сұйық майымызды құямыз да жақсылап қыздырып аламыз. Қызып тұрған майға котлеттерімізді салып, орташа отта екі жағын жақсылап қызарғанша піскенше қуырып аламыз. Әр қарай біз бургеріміздің булочкаларын дайындап алайық. Булочкаларымызды алып екі ортасынан бөлеміз. Және де екі жағын қызарта грильницаға қойып аламыз. Егер сізде грильница жоқ болса, еш уайымдамаңыз. Себебі дабаны оттың үстіне қойып, ешқандай майсыз, ештеңкесіз қыздырып алып, соған наныңызды қойып қойсаңыз, өте жақсы қытырлақ нан болып шығады. Келесі етап бізге ең керегі ол соус. Соусты дайындау үшін 3 қасық майонезді және де 3 қасық кетчупты қосып жақсылап араластырамыз. Осымен біздің соусымыз дайын. Әр қарай барлық дайындап қойған заттарымызды біріктіріп, бургер жинаймыз. Огурцы помидорымызды турап алдық, домалақтап. Булочкамызға соусымыз жағамыз, екі жағына бірдей қылып. Оның үстіне салатный листья қойып, оның үстіне котлетімізді қойып, котлеттің үстіне соус жағамыз тағы да өте сочный болу үшін. Және де оның үстіне огурцы помидорымызды қойып, булочканың екінші жағымен жабамыз. Осындай кезекпен барлық бургерлерді жинап шығамыз. Егер сіздің балаңыз көкөністерді ұнатпайтын болса, тек қана котлетпен және булочкамен жасап берсеңіз болады. Отбасыңызда өте дәмді әрі сочный болып шығатын бургерлерді жасап қуантыңыз. Менің сіздерге пайдам тиіп көмегім болғанына өте қуаныштымын. Соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.